Сәлем студенттер, мелік студенттер. Бүгін бізде еркін формат өте қызық болады деп нақты айта аламын. Сондықтан до конца көріңіздер. Ешқандай да қызық емес дейсің. Бүгін бізде қонақта осы Гиппократ ұйымының белді мүшесі Уәлихан. Шақырамыз сізді қонаққа. Келіңіз, Уәлихан. Жағына иықсынан тұрып. Тут. Камераны. Рахмет. Иә, Уәлихан, сізді көргеніме қуаныштымын. Өте неожиданно. Ойламадым шақырады деп. Иә, саған жаңа тұрды қасымда, ойбай, ұйықтап отқан бала. Ал міне бүгінгі біздің еркін форматта біз мелік студенттерге күшті кеңес айтамыз. Это не точно. И қызықты оқиғалар айтамыз. Уәлихан, мына сізді көбінесе жан-жақты деп жатады. Бұлай сөзге көп жоқ, істің адамы дейді. Сол дұрыс па? Кім айтса да шындықты айтты. Уәлихан, өзіңіз туралы бір ауыз сөз, бір-екі информация. Так, менің атым Уәлихан. Батыс Қазақстан медицина университетінің 5-ші курс студенті. Ақын, жыршы, жырау, суырып салма, ақын, салсері, соңғы тұяқ. Менен кейін жоқ осындайлар. Рахмет. Соңғысы. Көп рахмет, Уәлихан. Ал бастайық онда. Бүгін біз медик студенттер. Не істеп тұрмыз біз? Кешірім сұрайым. Ал бүгін бастайық онда медик студенттерге кеңес. Бірінші кеңес ол Уәлихан өзің бір кеңесімен бөлші. Қазір бірінші, екінші курсқа айтатын кеңесің, үшінші курсқа да пайдалы. Біріншісі тайм менеджмент. Бір сөз жаттап алсаң да сондай. Уақытты дұрыс пайдалану ең алдымен. Уақыт қайтып келмейді, бірінші курс. Сол үшін дұрыстап, жақсы нәрселер жасап, өте пайдалы. Сосын вайн түсірмеңдер. Вайнға жақындамаңдар сосын. Екіншісі көп адамдармен араласу керек. Да, Азамат? Адаммен араласпаймыз. Үйге ешкім келмейді. Ойнап айтады. Так. Мен білем ғой, адам келмейді үйге. Кетіп шығасың. Жалғастыра берейік. Так, үшіншісі. Бәрін айтып қойсаң. Үшіншісі жаңа универде кружоктар бар ғой. Казымса деген. Соларға қатысу керек. Хотя бы екеуінде болу керек қой, минимум. Өзі біреуінде болған жоқ. Жақсы. Но это не точно. Вообще қиып тастады. Тағы да. Ауыр ма? Міне, ауыр. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Кітап оқыңдар, жастар, қыздар, балдар. Кітап, барлық білім кітапта ғой. Азы жай. Бір кітап оқы алып кетсең да. 30 кітап. Жарты бір бетін оқы. Я умный. Не, көрсет жүрейін бізде кітаптар. Біздің кітаптар. Сөре деп айтып ойнау. Сөре емес енді, бірақ бірдеңе бар енді. Оқып жүр балдар. Шүкір. Жақсы. Көп рахмет, Уәлихан, сіздің берген сұхбатыңызға. Жақсы онда. Кетіріңіз. Сосын медик студенттерге осы медик студенттерге де келетін кеңес жаңа Уәлихан айтқан. Бұлай студенттерге де пайдалы. Шынымен уақыт, потом адамдармен араласу, сосын кружокта болу. Уақыт деген ол сен өтіп атқан байқамайсың. Сабаққа барып келесің, бірақ бір қарасаң, 3-ші курссың, 4-ші курссың. Сондықтан әрбір сәттен ләззат алу керек. Жай. Бум! Кешірім сұрайым. Соңғысы енді медик студенттерге қызық. Басымыздан өткен, бұлай студенттерге болсын, ана қызықты айтайын бәкен, өтем бәкен. Өте таза айтайыншы. В общем, бір күні жиналыстық, бір сыртта қыдырып жүрмін ол кезде. Сосын бір кезде бір актовый залда жиналыс болып отыр екен. Білген жоқпын қандай жиналыс екен. Енді бір дауыс естіліп жатыр да, сосын кіріп көрейінші деп барам, жаймен ашам есікті. Сосын кірем, қарасам бәрі халатпен отыр. Нағаптал толы халатпен, яқта толы. Кілем медик студенттер деп ойладым енді, білмеймін, бірінші, екінші курсты жинаған шығар, бірдеңе айтып отқан шығар, артына келіп бүйтіп отырам, ойланып, қарап отырып, 5 минут болды отқаны. Қызық болып отыр ма? Білмеймін, бір түсті болып отыр. Өйстіп отырмын енді, қарап бүйтіп. Бір кезде бәрі маған қарай береді. Мына жақта бір екеуі қарайды маған, мына жақтан бір екеуі қарайды. Не қарай береді екен деп ойлаймын ғой енді. Бір жерден дұрыс емес па деп жөндеп қоямын, бүйтіп жағамын жөндеймін. Сосын бір кезде алдымда отырған қыз маған бүйтеді.
бірдеңе айтайыншы дейді. Сосын бүйтіп жаймен бүйтіп 5 минут болды отырғаныма. Бүйтіп жаймен бүйтіп мынау қыздардың жиналысы дейді. 5 минут болды отырған. Ана жерде қыздарға керек нәрсе отыр екен ғой. Кілең қыз екен, мен бір өзім отыр. Сосын орын. Сен бүйттің қыз. Мен білем. И что было дальше? В гостях. Болды кен. Хазбулла. Сонымен осындай бір қызық өткен. Сосын орнымнан тұрып кетіп ішке барып жата алмадым. Сондықтан ендігіде жиналыстарға былай кіріп кетпеңдер, білмесеңдер не жиналыс екен. Бүгінгі сіздерге еркін формат ұнады деп ойлаймын. Егер ұнаса, негізі бірінші біз басқа видео түсірдік. Мынау екінші түсірген видеомыз ғой. Егер ұнаса видео лайк басамыз, коммент жазамыз, білгенімізді істейміз, позиция жазамыз. Сосын заблокировать етесің. Пожалуйста деген басамыз. Пожалуйста, иә, каналда болашағы жоқ. Дизлайк сосын. Дизлайк. Қой әзіл ғой. Бізде қазақтың балаларымыз, қазақтың балаларын қолдап жүріңіздер. Все, рахмет, давайте.